Жамбылдық тәртіп сақшылар қорғау автоматтандырылған жүйесі арқылы жол қозғалысы ережелерін өрескел және жүйелі түрде бұзып жүрген Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісін анықтады. Тексеру нәтижесінде оның 155 рет құқық бұзушылық жасағаны белгілі болды. Соның ішінде 5 факті өрескел түрде тіркелген. Тергеу материалдарына сәйкес жүргізуші өзге жол қозғалыста қатысушылардың өміріне қауіп төндіріп 126 рет әдейі жылдамдықты асырған. Бұдан бөлек 29 жағдайда тоқта сызығы сияқты жол белгісі талаптарын елемеген. Жауапкершіліктен жалтару әрекеті биыл да жалғасқан. 2026 жылдың 16 қаңтарында ол тағы 18 рет ереже бұзғаны камераға жазылып қалған. Қазіргі уақытта жүргізуші Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 592 және 601 баптары бойынша жауапкершілікке тартылды. Көлік айып тұрағына қойылды. Полиция департаменті жол ережелерін қасақана және жүйелі түрде бұзу жол көлік оқиғаларының тікелей себебі болатынын ескертіп, барлық жүргізушіні заң талаптарын мүлтіксіз сақтауға шақырады.